Көңіл айттыңыздар ма сол кісілерге? Бардық, кеше бардық. Министр өзі барды. Приходится работать в ночную смену. Это их выбор. Біз дүйім жұрт 16 облыстан жан-жақтан көп балалы аналар. Тек қана көп балалы емес, әрбір ана көтерілу керек. Бізге әлем олда оқ төсіп кетті ғой, еліміз, халқымыз. Біз не, снайперден қайдағы бір еркектерін оқ атады деп қорқамыз ба? Өзіміздің бауырларымыз ғой, атса атсын. Бірақ та біздің келер болашақ балаларымызға жақсылық жасап кетейік. Неге біздің балаларымыз қарызбен өмір сүру керек? Сол Голландия, сол Норвегия сияқты. Олар қарашы. Еште өтпаймыз, эмоцияға берілсек. Біз кәдімгідей сауатты түрде екі тілде жазайық. Жазатын жеріне жазайық. Астына қол қояйық. 16 мың теңге қалай күн көресің? Bir күндік тамағың ба, 2 күндік тамақ? 16 Абылқасымова ханым, сіз естіңіз, сіз сияқты біздің жайымыз, күйіміз қайнап тұрған жоқ. Мен мына үйде адам нормаль адам тұра ма? Вообще масқара ғой мынау дегенді. Ондай вообще мен түсіне алмаймын. Сонда үкімет қайда қарап отыр? Менде сұрайды, 10 мың аласыз ба? Әр балаға ма? Әр балаға болса тәубе дер едім. Бар жоғы 10 мың. Жұмыс істемейтін адамдардан ақша жинап бюджетті толтырамыз дейміз. Осындай жағдайда міне Әбілқасымова қайда сол? Кесім мына жерге. Өркен жаңа сөйлеген адамдардың арасында еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін іздегендер де болды. Сәбилерді жерлеу рәсіміне қарапайым халықтан бөлек әкімдер, министрлер қатысты ма? Қарал жиынға келіп, халыққа басу айтып, сабырға шақырған ірі шенеуніктерді көрген жоқпыз, бірақ бүгінгі таңертең өткен үкімет отырысында сен бейкүнә періштесің, бұйырса бешбақтан бұйырады қайтып тұр бұл дүниеде болып жатқан жайттардың бәрін жаратқанға айтып бер. Кедейлерді мазақ қып күлгендерді, бай болса да зекетсіз жүргендерді, қу дүниені бақытым деп білгендерді, бәрін жаратқанға айтып бер. Салаға жауапты биліктегі бишкештердің құлағына алтын сырға, ақынның айтқанын шіліктеп жеткізейін, құлақ салыңыздар. Қазақстанын көбейту керекпіз деп жоғары жақ айтқанда жақтынбайды, ал оған қандай жағдай жасап жатыр? Бұл сұрақ көңіліңді шат қылмайды. Жаңа үйленген жастардың пәтер іздеу қаладағы уақытын қатты ұрлайды. Алайда тапқан пәтер қожайыны бауырыңда балаң болса жақтырмайды. Отауы болмаған соң отанында, олардың жанарында от тұрмайды. Біздегі 15 бала тапсадағы ағықшасын жөргек бұлдың арттырмайды. Сараңның садақасы секілдендіп 5-10 теңге бергенін нақ бұлдайды. Ел болам десен қазақ есіңді жи, ағалар мәңгі астыңда тақ тұрмайды. Өйткені Шерхан атам айтып кеткен, намысыңды оятып нақ бұл жайлы. Азған ұлттың ұрпағы ұсақталып, аз халықтың басында бақ тұрмайды.